Құрметті достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен сіздерге криптовалюта туралы қысқаша ақпарат беру мақсатында осы бір видеоны түсіріп отырмын. Криптовалюта деген бірінші кезекте ол виртуалды ақша. Мысалы, біздің қазіргі ұстап жүрген теңгелеріміз қолмен ұстап қағаз ақша болатын болса, криптовалюталар бұл интернеттегі тұрған ақша, виртуалды ақша деп айтамыз. Қазіргі таңда криптовалюталардың түрі өте көп. Мен жоғарыда айтып кеттім, криптовалюта деген виртуалды ақша. Енді қараңыз, бірінші кезекте криптовалютаға нені түсіндіруге болады. Бірінші кезекте криптовалютаны вообще шығарған биткоин ғой, криптовалютасы. Бірінші эфирге шыққан 2008 жылы 31 октябрь күні криптовалюта биткоин эфирда пайда болды, интернет нарығында пайда болды. Қазіргі таңда қазір уже міне 13 жыл болып жатыр. Қазіргі таңда биткоиннің шыққанына. Қазір CoinMarketCap деген сайтты ашсаңыздар, мен бұл видеоны YouTube-қа жүктеймін. Міндетті түрде описанияға қалдырып қоямын, CoinMarketCap деген сайтты ссылкасын міндетті түрде кіріп қарасаңыздар, қазіргі таңда криптовалютаның 13 мыңнан артық түрі бар. Енді негізі криптовалютаны қазіргі таңда мысалы өзінің қызмет түрін, өзінің тауарын токенизациялау арқылы білімділер, енді екінің бірінің миы жетпейді, білімділер деп айта берейік, себебі білім жеткендер істеп жатыр, өзінің монетасын шығару арқылы, өзінің криптовалютасын шығару арқылы қазіргі таңда өзінің қызметін токенизациялау арқылы бізге осындай мүмкіндік беріп отыр. Мысалы, өзіміздің отандастарымыз, мысалы мен бір отандасымызды, тағы бір басқа да отандастарымыз білем, өзінің қызметін токенизациялау арқылы өзінің токендарын ұсынып жатыр, утилити токен. Екінші бір отандасымыз бар, өзінің қызметін токенизациялау арқылы криптовалютасын ұсынып жатыр. Қазіргі таңда енді токендардың қанша түрі бар екенін оны басқа видеода айтып кеттім, қазақшалап. Қазіргі таңда менің мақсатым криптовалютаның мүмкіндіктерін сіздерге көрсету. Қайтадан қайталап айтамын, егер сіз бұл ақпаратты түсінбей жатырған болсаңыз, алдыңғы видеоларды міндетті түрде көріп кетіңіз. Ол видеолардың барлығының сілтемесін сізге қараймын. Менің мақсатым қарапайым халыққа криптовалюта не екенін түсіндіру. Сондықтан ары қарай сабақтай кетсем, криптовалюта туралы биткоиннің мысалына келтірейін. Мысалы, теңгені егер жетпесе, мысалы оборотқа теңге жетпесе, оны печаттап қағаз ақшаны теңгеден шығара береді. Саны жоқ, қанша теңге бар екенін білмейміз, оборотта купюр қанша жүргенін білмейміз. Біздің арамызда осы теңге біздің не үшін керек? Теңге бізге өзімізге керекті затты, тауарды алу үшін керек. Тура сол сияқты болашақта теңгелер обороттан кетіп, қағаз ақшалар обороттан кетіп, біздің өмірімізге криптовалюталар кіріп келе жатыр. Значит, біз криптовалютаға болашақта тауар, қызмет түрін алу. Мысалы, мен айтайын деп отырған криптовалюта биткоин мен эфириум. Дәл қазіргі таңда CoinMarketCap'ты ашып қалсаңыздар, бірінші кезекте топ криптовалюталар қатарында осы биткоин және эфириум шыға келеді. Сондықтан қазіргі таңда әрбір отандасымыз осы криптовалютаның құндылығын қазірден бастап дұрыс түсініп алса, өзінің болашағына үлкен капитал жинақтап алатын мүмкіндіктің алдында отырсыздар. Мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Криптовалютаның қағаз ақшадан бір айырмашылығы ол шектеулі. Оның саны шектеулі. Мысалы, биткоиннің өзі 21 миллион болып шығарылған, одан артық шығарылмайды. Қазіргі таңда оны енді оның құндылығын түсінген адамдар алып өзінің цифровой кошелектарында ұстап отыр. Цифровой кошелек пен электронный кошелек туралы да қосымша видео түсіріп сіздерге түсіндіретін боламын. Қазір сіздерге ең бастысы криптовалютаны түсініп алу керек. Криптовалютаны сақтаған кезде оны цифрлық кошелектарда сақтаймыз. Ал электронный ақшаларды, қағаз ақшаларды оны электронды кошелектерде сақтаймыз. Осының айырмашылығын түсініп алсаңыздар, одан кейін өздеріңіз ары қарай оның қайсысы тиімді екенін түсініп бастайсыздар. Тиімділігі қазір тапқан ақшаңызды электронный ақшада тапсаңыз, электронный ақшада біздің қағаз ақшамыздың электронды варианты. Мысалы, қағаз ақшамыз дәл қазіргі таңда бізде теңге болатын болса, Каспийде тұрған тағы да басқа банковский приложение тұрған ақшалар ол электронный ақшаларға жатады. Ал енді цифровой ақшалар криптовалюта болатын болса,
криптовалютаны біз блокчейн кошелектарда сақтаймыз, цифровой кошелектарда сақтаймыз. Блокчейн кошелектарда сақтаған ақшамыздың криптовалютаның саны құны өскен сайын біздің кошелекта тұрған ақшаларымыздың құны өседі. Мысалы, биткоинді уақытысында, мен білетін биткоинді уақытысында $2000 бір биткоин сатып алған болсаңыз, қазіргі таңда биткоиннің құны $62,000. Значит, сіз өз кошелегіңізде ақшаңызды ұстай отырып, $60,000 пайда көрдіңіз дегенді білдіреді. Сондықтан осындай айырмашылықтарын түсіне отырып, болашақта криптовалютада табыс тапқыларыңыз келсе, міндетті түрде мен өзім туралы реквизиттар тастап кетемін, описание қалдырамын, хабарласыңыз. Сіздерге қазіргі таңда криптовалютада табыс табатын мүмкіндіктерді көрсетеміз, үйретеміз, өздеріңізбен бірге жұмыс жасаймыз. Бұл мен сіздерге айтқым келген криптовалютаның не екенін, құндылығын қысқаша түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Егер сіз түсінбей қалсаңыз, описанияға қалдырыңыз, ойыңызды жазыңыз. Жаңа түсінбеген сұрағыңызды осы описанияға жазып қалдырыңыз. Сонда сізбен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Менің мақсатым қарапайым халыққа криптовалюта не екенін үйрету, көрсету.